бір жігіт айтады, звондап сұрап жатыр. Анам мен әйелім ұрысып қала береді. Қайсысыныкі дұрыс? Анам қуат дейді. Қарасаңыз, ананы шұқтай береді дейді. Мен айтып жатырмын, сен хайуан адамсың ғой. 25 жыл анаңның қолында өстің ғой. Бәрі дұрыс еді ғой. Енді үйлендің де 5-6 айдан кейін кім дұрыс деген сұрақ пайда болыпты да. Мына түнгі молда дем сап тастағанда наған әбден. Түнімен дем салады да оған. Сөйтіп айтады. Енді не істеймін дейді. Көп жігіттер осындай кезде ше кімді таңдайды? Амал жоқ деп еншісін алып кетіп қалып жатыр. Мен айтып жатырмын, құрт ана қатынды. Егер ақылды шығар қатын, ол жақсы, әйелің өте жақсы шығар. Мамаң жаман шығар. Онда ана жақсы қатынды құрт та, жаман қатын ал. Сенің мамаңмен сөзі тура келетін жаман қатын ал. Қатындар жетеді қазір, Түлкібастың паркіне бар 15 жүр анерде. Мысал үшін да, ал анаңа не дейді? 70 жеңген қосылып бір анаңдай бола алмас дейді. Сол аналарымыздың қадірі кетіп бара жатыр. Ағайындар, шынымен. Оны кім біледі? Анасы өлгендер біледі.